Сәлематсыздар ма, оқушылар? Бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. 17-20 жаттығу. Оқу мақсаты 3, 4, 2, 4. Негізгі және туынды сын есімді анықтау. 3, 2, 3, 1. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Оқу мақсатына байланысты сабақ мақсаты. Негізгі және туынды сын есімді біледі, ажырата алады. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыра алады және жауап береді. Бағалау критерийлері. Негізгі және туынды сын есімді ажыратады. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырады және жауап береді. Оқушылар, біздер өткен сабақ бойынша негізгі және туынды сын есім туралы білгенімізді қанекей қайталап еске түсірейікші. Қайталайық. Сын есім. Заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Сын есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім. Түбір сөзден жасалған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Мысалы, жақсы, үлкен, қызыл. Туынды сын есім. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Туынды сын есімдер түбірге л, д, т, сіз, сіз, ғыш, гіш, қыш, кіш тағы басқа жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, таулы, ақылды, білгіш. Мінекей балалар, біздер өткен сабақ бойынша білгенімізді еске түсірдік. Осы білімізді әрі қарай жалғастырып, келесі тапсырмаға түсеміз. 17-ші жаттығу. Бұл жаттығу басқа жаттығуларға қарағанда ерекше суреттер арқылы берілген. Қане осы суреттер арқылы сөйлемдер құрастырып оқимыз. Ерте, ертеде. Бірнеше жыл бұрын су жоғалып кетіпті. Қарлығаштар шөлден қиналады. Ағаш қурап, гүлдер солып қалады. Шөлдеген торғай желден көмек сұрайды. Ал жел күнді көмекке шақырады. Күн өзендер мен көлдердегі суларды қатты қыздыра бастайды. Су буға айналып, аспанда бұлт пайда болады. Біраздан соң жаңбыр жауа бастайды. Жер беті жанданып сала береді. Қанекей балалар, сіздерге ертегі ұнады ма? Жарайсыздар. Енді
осы ертегі бойынша бір-бірімізге сұрақ қоямыз. Екінші, ертегідегі негізгі ойды анықтаймыз. Үшінші, су болмаса не болатынын елестетіп көр және айтып бер. Төртінші, су, бу, жаңбыр. Осы үшеуін байланыстырып әңгімеле. Жарайсыздар балалар, бәріңіздің де ойларыңыз өте дұрыс. Ертегідегі негізгі ойды анықтадыңыздар. Ертегі желісі бойынша болжам жасадыңыздар. Су, бу, жаңбыр сөздерін байланыстырып әңгімеледіңіздер. Жарайсыздар балалар. Мінекей балалар, біздер бірінші тапсырма арқылы бір-бірімізге сұрақ қою арқылы сабақтың мақсатына жеттік. Екінші тапсырмаға көшейік. Назар аударыңыз. 18-ші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Біз бір топ бала жидекті тоғайға бет алдық. Сан алуан құстар сайраған тоғай іші өте көңілді. Осы сөйлемдерді дәптерімізге көркем етіп жазамыз. Жазу тәртібін сақтаймыз. Осы сөйлемнің ішінен сын есімдерді тап. Оларды сын есімнің негізгі және туынды түрлеріне ажырат. Жарайсыздар. Мәтінді көркем жаздыңыздар. Сын есімді таптыңыздар. Негізгі және туынды сын есімді ажыраттыңыздар. Рахмет, бұл тапсырма өте жақсы орындалды деп ойлаймын. Осы тапсырма арқылы балалар, біздер туынды және негізгі сын есімді ажырата алдық. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік деп есептеймін. Келесі тапсырма шығармашылық үзіліс. Бұл тапсырма басқа тапсырмаға қарағанда қызықтылау, ерекшелеу. Сөз буындарға бөлінген. Осы буындарды құрастыру арқылы мақал шығады. Мақал осы сызбаның ортасындағы қарамен жазылған да буыны арқылы басталады. Және да буыны арқылы бағытталған сызықпен боймен жүріп отырып мақалды табамыз. Қане, бәріміз де бастайықшы. Таптыңыздар ма, балалар? Қанекей бастаймыз. Да, ри, я, жа, нан, қодық, қазба. Қайталаймыз. Қандай мақал шықты? Дария жанынан құдық қазба. Балалар, осы дария дейтін сөздің мағынасын түсінесіздер ме? Дұрыс айтасыздар. Дария деп үлкен
жайылып жатқан үлкен көлемдегі суды айтамыз. Олай болса балалар, сіздер бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңыздар, жақсы білетіндеріңізді көрсеттіңіздер. Енді үй тапсырмасын беремін сіздерге. 20-шы жаттығу. Осы жаттығуды оқып, үйден орындап келесіздер. Бүгін мен сіздермен кері байланыс өткізбекшімін. Бүгінгі сабақта нені білемін, нені білдім, нені білгім келеді кестесі арқылы сіздер маған кері байланыста боласыздар. Бүгінгі сабаққа қатысып, зейін қойғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.